Сәлем құрметті достар, мен отқан дүние есек арба деп аталады. Бүгін осы есек арбаны ойнатамыз деп әзір. Құрметті достар, барлығымыз үйде отырып қазіргі таңда. Сондықтан қазір балалық шақты еске алып, үй жақта ойнайтын өзіміздің кезімізде ойнаған айгүл таяқ дейтін ойынды ойнауда және де оның инструменттерін жасауды үйретемін қазір сіздерге. Есек арбаның үстінде айгүл таяқтың заттарын бірге дайындаймыз. Ол үшін бізге құрметті достар, мынадай үй жақтағы жаман ағаш және де ара керек. Ара алдымен осы ағашты кесіп аламыз. Махаббат, айтшы оның несі махаббат, айтшы оның несі махаббат. Ағашты міне кесіп алдық. Енді мынау жаңқылары, қолға жаңқа деген мынау алақанға кіріп кететін. Сіздердің тілдеріңізбен айтқанда тікенек деп аталады. Бұл жақта жаңқа, бұл жаңқа болмас үшін ағашты әдемілеп, үйлеріңізде болса наждак жоқ болса балғамен. Ойбай, балдамен тазалап аламыз. Тазалаттыңыз. Бұл айгүл таяқтың да өзінің үшкір ағашы болады. Енді мына қалған ағаштан сол үшкір ағашты дайындаймыз. Қарыс көлемде болады. Бұл енді ағашымыз дайын, бірақ енді екі жағын ұштап аламыз бұл ағашты. Құрметті достар, біздің айгүл таяғымыз дайын болды. Міне ұратын ағашы, мынау ұратын үшкір таяғы. Енді айгүл таяқта ойнауды үйретеміз. Шелекті қойып қоямыз үш жерде. Және де айгүл таяқ екі жақ болып ойналады. Келе Олжас. Біз екі жақ болып ойнаймыз айгүл таяқта. Мен және Олжас. Сосын опай саны. Қазір біз мына ағашты мына таяқтан ұрамыз. Олжас ана шетте тұрып қағып алады. Егер қағып алған жағдайда очко Олжасқа саналады. Егер қағып алмаса сол жерде тұрып шүгілейді. Шүгілеп егер шелекке тигізетін болса, онда Олжас ұтады. Ал тигізбесе мен ағашпен санаймын. Егер ана жерге түсіп осы ағашпен ағашпен есептеген кезде алдау шыға ма, жетеу шыға ма, сол опайды мен алатын боламын. Короче, осындай кеттік. Ағаш келді, Олжас қағалмады. Енді ағашты Олжас қазір анау тұрған межеге шөгілейді. Ал Олжас шөгілей. Үш рет ұру мүмкіндігім бар. Қай жерге дейін апарам, сонша опай алып кеттік. Жетпейді. Кел әжі. Құрметті достар, міне үшінші мүмкіндік менде. Оп. Құрметті достар, мен 16 опай алдым. Енді келесі мәртені көреміз кеттік. Олжасқа қарай мен алдым. Хоп. Хоппа. Құрметті достар, жаңа Олжас қағып алып, Олжас қолмен қағып алып, бірақ оны қағып алу үшін тек қолмен емес, үстіңіздегі спортивті осындай киімдерді қолдануға болады. Ол үшін қарапайым міне екі жеңіне қолда тығасыз, және де етегінен бүйтіп ұстайсыз. Міне сол кезде қағып алуға ыңғайлы болады. Егер де қарсыластың қарсыластың таяғын бірден қағып алу үшін осындай әдіс қолданамыз. Ал, ұра бер, давай. Давай. Хоппа деп қағып алып, міне құрметті достар, біз сіздерге әшейін түсінікті болу үшін жай осы кадрға түсіріп жатырмыз. Енді шынымен бақталастықты көреміз, ойнайтын боламыз кеттік.